Егерде сіз Майнкрафтты жалғыз өзіңіз ойнайтын болсаңыз, немесе сізге ойын қызықсыз болып бара жатырған болса, бүгінгі видеода мен сізге Майнкрафтты қызығырақ ететін модтарды көрсететін боламын. Біздің топтағы бірінші мод сіздің Майнкрафтыңызға жарыс көліктерін қосады. Бұл жарыс көліктер арқылы сіз досыңызбен жарысып, немесе өзіңіз қызықты Майнкрафтты ойнай аласыз. Көліктерді айдау өте оңай, және де олар тез көліктер болып табылады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл мод өте кереметтей жасалған, тіпті оның рульдері қайрылып тұрғаны да білінеді. Ал біздің топтағы екінші мод сіздің Майнкрафтыңызға жаңа қарулармен қоса жаңа зомбилардың скиндерін қосады. Сонымен қатар бұл мод қарапайым Майнкрафттағы барлық қарулардың текстураларын өзгертеді. Бұл модты қолданып сіз достарыңызбен кішігірім батл рояль құра аласыз. Ал келесі мод сіздің Майнкрафтыңызға спартандықтарды және де олардың құбыжықтарын қосады. Бұл модта құбыжықтар мен жауынгерлердің түрлері өте көп, сондықтан да сіз жалғыз өзіңіз немесе достарыңызбен бірге мемлекеттерді құрып, оларды өз-өздерімен шайқастыруыңызға болады. Менің ойымша бұл мод жауынгерлік атмосфераны жақсы көретін адамдарға сәйкес келеді. Өздеріңіз көріп тұрғандай, жауынгерлер мен құбыжықтар әрдайым бір-бірімен шайқасады. Сонымен қатар бұл жерде жауынгерлердің басқа да түрлері бар, яғни басқа мемлекеттің жауынгерлері. Ал келесі мод Майнкрафтты жалғыз өзі ойнайтындарға арналған, яғни бұл мод Майнкрафтқа өтірік игроктарды қосады. Бірақ олар жасанды интеллект болғанына қарамастан өз-өздерін қорғап, немесе сіздің артыңыздан қайталай алады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, олар сиқырлы сусындар мен алтын алмаларды да жей алады. Осымен видео соңына келіп жетті. Видео ұнаған болса, ары қатар келіп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Барлық модтардың ссылкасы описанияда бар. Қарағандарыңызға рахмет.